Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге сондай қытырлап тұратын, дәмі тіл үйіретін вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызды алатын боламыз. Ешқандай реттілікті сақтаудың қажеті жоқ. Бірінші жұмыртқа мен шекерді немесе май мен жұмыртқаны араластырсаңыз да бола береді. Ең бастысы барлық ингредиентті түгел салсаңыз жеткілікті. Бізге қажеті май, жұмыртқа, шекер және ұн ғана. Осы айтылған ингредиенттердің барлығын бір табада араластырып, бір келкі қоймалжың консистенция шығаратын боламыз. Ешқандай түйіршіксіз бір келкі консистенцияға келгенше миксеріңізді өшірмей араластырып отырыңыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Мінекей, бір келкі қоймалжың консистенциямыз дайын болды. Ешқандай түйіршіксіз. Ендігі кезекте бізге вафли пісіретін құрылғы қажет болады. Мінекей, вафельницамызды ең алдымен қыздырып аламыз керек температурасына. Содан кейін консистенциямызды салатын боламыз. Вафельницаны ешқандай майлаудың қажеті жоқ, себебі біздің консистенциямыздың, яғни тестіміздің құрамында май жеткілікті, ешқандай жабыспайды, бірден оңай алынатын болады. Мінекей, керекті түске келгеннен кейін осылайша пышақтың көмегімен алдыңғы жағын алып, бірден керекті формаға келтіріп алыңыз. Дөңгелетіңіз немесе басқаша формаға келтіріңіз, себебі 1 минуттан кейін бұл вафли қытырлап формаға келмей қалады, яғни сіз бүккен кезде тез-тез сынып қалатын болады. Сол себепті бірден ыстықтай кезінде формаға келтіріп алуымыз қажет. Мінекей, осылайша консистенцияңыз біткенше барлығын әдемі етіп пісіріп аласыз. Ортасына салма ретінде вареная сгущенка немесе джем салуыңызға болады, бірақ мен ешқандай да салма пайдаланған жоқпын. Бар жоғы осы ғана, қараңыздарсыз, сондай қытырлап әдемі болып піседі. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.